менде ақша жоқ, менде таныс жоқ. Мен қалай бастаймын бұл стартапты деп. Біз себебі экономичный стартап болғымыз келеді. Инвестор деген сөздің мағынасын көп түсіне бермейді. Миллиард доллар тұратын Компания, капитализациясы. Сондай стартапты бір адам басқаруы мүмкін дейді да. Мен қазір 10 миллион теңге құйсам, 3 ай күте тұрам, содан кейін айына маған қанша төлейсің? Армысыздар, құрметті көрермендер, менің аты жөнім Тимур Бектұр. Бұл Тимурдан инфо сұхбатының келесі саны. Біздің Маңғыстау облысында қазіргі таңда соңғы мәліметтер бойынша 800 мыңнан сәл асқан халық тұрады екен. Оның 368 мыңнан астамы қалалық жерде тұрады екен. Және осының ішінде 28% дейді, 168 мыңдай бұл жастар екен. Яғни қазіргі таңда осы жастардың ішінде NEET деген келесі бір санат бар. Бұл NEET деген санат Not in Education, Employment and Training деген сөз. Яғни не еңбекте жоқ, не жұмыста жоқ, не оқуда жоқ, бос жүрген жастар деген сөз. Бұл біздің Маңғыстаудың басты мәселелерінің бірі. Өйткені осы көрсеткіш жағынан біз республика бойынша алдыңғы қатарда тұрмыз. Әрине, бұл күрделі мәселелердің бірі, бірақ осындай мәселелер бола тұра, қазіргі таңда диджитализация, цифрлық технологиялар, IT және жасанды интеллект біздің жастарымызға, еңбек нарығына енді келіп жатқан адамдарға басқа бір мүмкіндіктер ұсынбақ. Ол мүмкіндіктің бірі стартап деп аталады. Бізбен бірге бүгін қонақта Маңғыстаудағы ерекше дейміз бе, немесе көп стартаптарға ұқсамайтын, әлемдік деңгейде әрине бұған дейін бар бұндай стартаптар, бірақ маңғыстаулық ситуацияда Жаңаөзен қаласында әсіресе ашылған стартаптың негізін қалаушы Нұрсұлтан деген бауырымыз келіп отыр. Қош келдің. Қош көрдік. Қысқадан нұсқа өзің аты жөніңді, сосын сәл таныстыруды айтып өтсең. Аты жөнім Нұрсұлтан Балиханов, осы Жаңаөзен қаласының тумасымын. Жаңаөзен қаласында мектеп бітіріп, осы Алматыда программист болуға оқыдық. Сол оқу барысында да әртүрлі, негізі Алматыдан басталады көп зат. Сол жерден тағы әртүрлі бір стартап жасағымыз келген. Енді студент қолынан не келеді, ол бір-екі идеясын тек бастапқы этаптарын жасайды, қояды деген сияқты. Бірақ сол идеялар бастан кетпеді, Жаңаөзенге қайтсақ та. Сонымен әртүрлі жобаларды жасап көрдік Жаңаөзен қаласында. Соның қазіргі былай сәтті шыққан жобамыз Allfood деп аталады. Тамаққа тапсырыс беру және жеткізу қызметі. Бірақ енді бізді көбі тек қана осы былай айтқанда Allfood жобасын шығарған адамдар ғана ретінде көреді. Біз оны 2017-де шығарамыз. Біз жалпы стартап деген жолды 2015 жылы қасымда Нұрсұлтан деген тағы бір партнерім бар. 2015 жыл танысып, оқу бітіргеннен кейін. Ол да Нұрсұлтан. Ол да Нұрсұлтан. Қатарлас, құрдас. Ол фронтенд разработчик. Менің өзім былай айтқанда дизайн деген жаққа вообще былай не қылмаймын. Біз тек техника жағынан кеткесін, бэкенд разработчик болғасын. Маған сондай фронтчик керек болды. И сонымен Нұрсұлтанмен танысып, басында 2015-те біз не жасарымызды білмедік. Бірақ екі адам бар, бір дүние шығатыны анық, көрейік бастап деген ниетпен басталған. Мен енді жасымның үлкендігін пайдаланып сен деп сөйлей берейін, сөзіңді бөлейін. Біз бірден бастап кеттік, бірақ негізі менің сұрақтарым бар еді, сондықтан да асықпай біртіндеп. Қараңыз, 2018-де Allfood басталған жоқ. 2017-де басталған, 2015-те басталған жоқ әлі. 2015-те басталған жоқ. Ол даже идеяда жоқ. Енді былай айтайыншы, Allfood, яғни азық-түлік, тағам жеткізу қызметі.
Бұл мобильді бағдарлама. Мобильді бағдарлама. Аха. Бұл қазір Маңғыстау облысында Жаңаөзен қаласында жұмыс істеп тұр. Жаңаөзен қаласында, Ақтау қаласында кішігірім жұмыс жасаймыз, және Семей қаласында. Семей қаласында. Семей қаласында керемет, жатырмыз. мықты. Шығыста, иә? Шығыста. Батыстан шығысқа бір секірдіңіздер. Енді бірден. Бәрекелді, тамаша, сәттілік тілеймін. Енді сұрақ, бұл All Food секілді, яғни әлемдік деңгейде, мысалға Uber Eats бар, мынау тәуелсіз мемлекеттер достастығы дейміз ғой, бұрынғы кеңеске қараған елдерде Яндекс.Ида деген бар. Мынау Қытайда өздерінің бірнеше стартаптары бар, осыған ұқсайтын. Осындай әлемдік стартап дейміз бе, үлкен корпорациялардың ішінде, мысалға Volt бар, Glovo бар. Біздің еліміздің өзінде 4 бар. Біздің еліміздің өзінде Chocofood бастаған бірнешеуі бар. Осылардың ішінде өздеріңізге сенім ұялатып, біздің стартапымыз жарып шығады, біздің стартапымыз жұмыс істейді деген сенім, үміт қайдан келді? Енді 2017-де бастаған уақытта бізде Қазақстанда Glovo деген болған жоқ, Volt болған жоқ, Яндекс кірген жоқ еді ол уақытта. Бізде идея болды. Былай айтқанда, бірінші басында бізде Жаңаөзенде өзі кафенің иелері, Жаңаөзен кішкентай қала болғаннан кейін бір-бірімізді танимыз. Таныс кафелер бізге тапсырыс бергісі келді. Қазір смартфон деген дамып жатыр, интернет дамып жатыр, 4G келіп жатыр. Жаңаөзенде де уже интернет нормальный болып жатыр. Осындай мобильный приложение шығарсақ, өзіміздің кафеге арналған деп. Біз есептеп қарадық, енді ол уақытта біз әртүрлі веб-сайттар жасайтын едік. Мекемелерге, мектептерге, немесе жеке бизнестерге арналған. Мобильді қосымша әрине кішкене қымбаттау тұратын болды. Кафенің иелеріне, былай айтқанда, ол ақшаны ақтап шығу үшін ол приложение арқылы, қосымша арқылы кем дегенде бір 10 мың, 20 мың заказдан өту керек. Ол затты адамдар қолдана ма, немесе қолданбай ма деген сұрақ бар. Сол себепті оларға қатты ондай тәуекелге барғысы келмеді. 2-3 кафенің иесі хабарласқан, осындай жасап көрейік деп. Кешірім сұраймын, сөзіңді бөлейін. Көрермендерге түсінікті болу үшін түсіндіре кетейін. Сен қазір әр кафе, немесе әр ресторан, немесе әр дүкен өзіне жеке дара бөлек мобильді бағдарлама жасап алғандағы ситуацияны айтып отырсың. Жасақсы келген. Яғни әркім өзіне 10 миллион, 20 миллион теңгеге мобильді бағдарлама жасау, бұл қиындау жол. Содан кейін жалғастыра берсеңіз. Содан кейін бізге идея келді. Не себепті барлық кафелерді жинаған бір қосымша жасамасқа. Кафелер бізге ешқандай ақша төлемейді. Біз оларды қосып қоямыз, и бізге біздің программа арқылы жасаған саудасынан ақша төлейді деп. Мүмкін енді бір құдайдың жазғаны шығар, біз ол уақытта Chocofood'тың бар екенін білген жоқпыз. Ол жерде және қарағандылық Еменю деген бізде үлкен жоба бар. Қазір Қазақстанның біраз қалаларында жұмыс жасап жатыр, кішкентай қалаларында. Сол да біздің конкурент екен. Біз оны октябрьдің 1 октябрьден бастап разработканы бастадық. 1 ноябрьде бітіреміз деген дедлайн қойдық өзімізге. 2 адам жұмыс жасаймыз, программа толықтай бітіп 1 ноябрьде Play Market пен App Store'да тұру керек деп. Бұл қай жыл? 2017 жыл. Біз сол программа дайын болып, публикация жібергеннен кейін біз өзіміздің конкуренттерді көре бастадық. Мүмкін басында конкуренттерді көргенде бұл идеядан бас тартуымыз мүмкін еді. Бірақ осындай Алланың қалауымен бастап кеттік. Жаңаөзен қаласында өзімізге таныс 5-6 кафемен жұмыс жасап көрейік. Басында 2 ай тегін, содан кейін уже тапсырыстарға байланысты пайыз төлейді деген сияқты. Сонымен жұмыс жасадық. Стартап Blind деп аталатын халықаралық зерттеу платформасының мәліметі бойынша Қазақстан орталық Азияның ішіндегі IT стартаптарды дамытудың лидері аталыпты. Соның ішінде әрине Астана қаласы осы орталық Азиядағы стартапқа
жайлы келетін қалалардың бірі ретінде айтылып 25 позиция жоғары көтерілген екен. Сондай-ақ 2024 жылдың алғашқы жартысының өзінде 357 стартап компания Қазақстанда тіркелген. Бұл негізі өте жақсы көрсеткіштер. Дегенмен әлі де болса аз. Неліктен? Өйткені IT және IT индустрия, оның ішінде стартап экожүйе, бұл жалпы ішкі өнімге негізінен өте көп үлес қосқаны дұрыс болады. Өйткені қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, цифрлық технология дамып, диджитал экономика қалыптасып келеді. Яғни осындай дүниелер дамуы арқылы әр жерде жұмыс орны ашылады және жаңа қабілеттер, жаңа мамандықтар дами бастайды. Осы All Food секілді стартап және IT компаниялар қазіргі таңда өзенде өзінің алғашқы қадамдарын басып жатса, дәл осындай IT стартап компаниялар өзенде де, Жетібайда да, Маңғыстау өңірінде де, Қазақстанның басқа да ауыл аймақ мекендерінде дами бастаса ғой шіркін деген арманымыз бар. Сол күнге жетейік. Нұрсұлтан, мына біздің айналамыздағы кофеханалар бар, ресторандары бар. Иә. Осыларды біртіндеп қосып жатырсыздар, иә? Иә, жалпы осы Жаңаөзен қаласындағы барлық кофехана, немесе кафе, дәмхана бізде 80% бар. Әлде де қосылып жатыр жаңада. Бәрекелді. Офис көріп шығайық? Иә, келе қойыңыз. Офиске келіп қалдық, Нұрсұлтан. Осы кішігірім офисіміз кішкене үйге ұқсайды. Керемет, өте андай орысша айтқанда уютный дей ме? Мына жігіттерді таныстырып Бұл біздің командамыз. Нұрсұлтан деген жігіт, біздің фронтенд разработчик, Басекең, бастық, менің бастығым. Ағабек деген жігіт, біздің бизнес-аналитик, жұмыстарымызбен айналысамыз. Кішігірім командамыз өзінде. Бәрекелді. Өткенде айтқандай өзің бэкэндсің? Өзім бэкэндпін. Екінші Нұрсұлтан. Нұрсұлтан бірі кім, Нұрсұлтан екі кім? Нұрсұлтан бірі болсын. Бәрекелді, бәрекелді. Енді клиентке часть басты рөлді алады ғой, былай айтқанда. Дұрыс. Жұмыстарыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Жұмыстарымыз шүкір Аллаға. Мына жерде бір нелер, цифрлар тұр екен. Біз жалпы бұлай жасаймыз. Текущий результатымыз қандай, целіміз қандай, результат қалай болып жатыр деген сияқты. Ай сайынға өзіміздің кішкене жасап қоямыз, дайындап. Сол бойынша жұмыс әрекет етеміз. Күнделікті, мысалы дау дейміз, күнделікті біздің приложениеге неше адам кіреді, сол цифрды қаншаға жеткізгіміз келеді деген сияқты ғой. Біз енді бұрында бір былай айтқанда арман болған бізге. Біз жасаған приложениеге күніне 1 миллион адам кірсе деген. Алдағы уақытта болатын шығар бұйыртса. Болсын? Иә. DAO, Daily Active Users, MAU, Monthly Active Users, айына күніне, иә? Айына күніне деген сияқты. Бәрекелді. Қалай былай өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Қолданушылардың саны көбейту керек. Бізде аз әлі. Біздің ойымызша. Себебі потенциал бар. Алдағы уақытта одан да үлкен қылуға, одан да жоғары қылуға. Біз әлі бір Қазақстанның деңгейіне жете алмай жатырмыз. Алдағы уақытта әлемдік деңгейге жеткіміз келеді деген арманда. Иә, берсін. Енді басқа мысалға осы IT саласында бір тәжірибеден өткісі келетін жастар болса, оларға қандай жаңағы қосымша жұмыс болуы мүмкін сіздерден? Бізбен бірге келіп, жұмыс жасайды. Ондай тәжірибеден өткісі келетін дизайнер жігіттер болады, программист разработчиктер болады. Келіп бірге істейміз, әртүрлі жобаларды жасап көреміз. Өзіміз All Food'тың аясында да бірдеңелер жасап көреміз. Есік әрдайым ашық. Есік әрдайым ашық бізде. Керемет, бәрекелді. Мына жерде жыл үздігі жастар премиясы деп тұр екен. Қысқа нұсқа айтып кетсең. 2023 жылдан бастап Жаңаөзенде Жаңаөзен жастары деген мекеме, былай айтқанда Жаңаөзен қаласының үздік әртүрлі саладағы мамандарын марапаттап бастады жыл соңында. Осы 23-те маған бұйыртты үздік IT маман ретінде алу. Осы 24-ші жыл осы Нұрекең алды IT маман жылдың үздігі болып. Ешкімге бермей келе жатыр. Мына жерде жақсы бір кітаптарды көріп тұрмын.
бір мысалға IT программист болғысы келетін адамдар, жігіттер бізде қандай кітап оқыса мына жақта болады? художественный, мына жақ көбіне маркетинг, личностный рост деген кетіп жатыр. Программисттерге арналған осындай кішігірім кітаптар бар. Чисти архитектура, идеальный программист, чисти код деген сияқты. Ол енді сәл программированиеден кішкене хабары бар адамдарға арналған. Енді программист болам дейтіндерге Грокейм алгоритмі деген кітап бар. Бізде қазір інілерім сұрап алып кетіп еді. Сол кітаптарды беріп отырамыз. Грокейм алгоритм жақсы. Ең бастамасына, ең программистке енді бастап кіріп жатқан адамға өте идеальный кітап. Тамаша. Нұрсұлтан, мына Жаңаөзенде басқа IT компаниялары, стартаптар бар ма? Компания, стартаптар болмауы мүмкін, бірақ фриланспен жұмыс істейтін жеке программисттер бар. Бәрекелді. Жалпы жастардың қызығушылығы, студенттердің бір жаңа мамандықтарға ұмтылысы байқала ма? Әрине. Заман талабына сай біздің қалада да былай айтқанда бағдарламашы болуға, программист болуға, Цукерберг деген сияқты қазір адамдар шыққаннан кейін соларға еліктеп, сондай программист болуға тырысатын адамдар бар. Бәрекелді. Енді бұл жаңағы жетістік, жақсы жағынан айтып жатырмыз, бірақ инвестиция жағы қалай? Инвестиция жағы бізде дамымаған әліге дейін. Бізде стартап деген ұғымды қазірге тек қана жастар түсінеді. Инвестиция жасай алатын үлкен қаржысы бар адамдар әліге дейін былай айтқанда ескі бизнес модельді ойлайды тек қана. Яғни дәстүрлі бизнес модельді түсінеді, бірақ венчурлық инвестиция жөнінде сәл қиындау болады түсіндіру. Өйткені өзің білесің, венчурлық инвестиция бұл стартапты дамытудың негізгі отыны. Сондықтан ол жағынан сол сәл қиындау болып қалады. Ендігі біздің сол арман мақсатымыз соны дамыту болатын болып тұр. Әрине. Бәрекелді. Яғни қазіргі таңда All Food толыққан жұмыс істеп тұр. Алғашқы пайдасын көріп жатырсыздар. Көріп жатыр. Енді жаңа бір сөзіңді айтып қалдың, барлығы Алматыдан басталады деп. Негізі бұндай стартаптар көпшілігі шындығында Алматыда және Астанада. Мен соңғы статистиканы қарап шықтым. Сөйтсем, Алматыда Қазақстан стартаптарының бір 70%-ға жуығы Алматыда екен, қалған Астанада. Оның ішінде Астана Хаб деген платформада шоғырланған. Маңғыстауда сіздерден бөлек стартаптар бар ма? Маңғыстауда бізден бөлек мүмкін бар шығар. Ақтау қаласында мен қазір толықтай жоқ деп айтатын болсам қате болып қалуы мүмкін. Біз бірақ өзіміз кездестірген жоқпыз. Маңғыстауда енді бастап келе жатқан стартаптар болады. 1 ай, 2 ай ішінде былай айтқанда жабылып қалады көбіне. Жалпы қазіргі таңда ол жастардың арасында болсын, біздің қоғамымызда болсын бір пікір қалыптасқан. Яғни қандай да бір жетістікке жету үшін сен міндетті түрде не пара беруің керек, не әкімшілікте, билікте бір көкең отыру керек деген осындай пікір бар. Яғни осындай пікірлерге қарамастан өздеріңіз, өз күштеріңізбен әлде стартап экожүйесі дегенді түсіне қоймайтын кезде, венчур капитализм әлі дамымаған ортада, жалпы осындай негізі сіздердің бағдарламаны агрегатор деп айтады. Яғни осындай өте үлкен агрегаторды жасауға, бел бууға енді себебін айттыңыздар, жан-жақтан әртүрлі ресторан, кафелер хабарласа бастады деп. Бірақ осыны жасаудың жолында негізгі ірі қандай қиыншылықтар, кедергілер болды? Ең басты қиыншылық бізде енді дәмханалармен келісу. Оларға түсіндіру осындай платформа бар екен. 2017-де ол уақытта бізде интернет дұрыс жасамайды, адамдар смартфонды енді қолданып бастап отқан уақыттар. Ол жерде Инстаграм енді шығып жатыр, TikTok жоқ. Көп адамда смартфон жоқ. Сол себепті бізде дәмханалардың көп айтқаны, сіздердің тапсырыс келмейді.
сіз әуре болмай ақ қойыңыз. Ешқандай Жаңаөзеннің халқы ондайға жетпеді, даже Алматы жетпеді. Солай деп айтты ма? Тіпті бізге солай айтқан. Бірақ сонда да бізде білмедім. Бірақ сіздер оған тоқтамадыңыздар. Алдағы уақытта былай айтқанда смартфон, интернет қарқынды дамып келе жатқан уақыттар ғой 2017 деген. Дальше уже одан да қатты дамитыны анық болғаннан кейін адамдардың бәрі қолданатын сияқты болып көрінді бізге. Сонымен сенімділікпен ора бердік. Тамаша, бәрекелді. Енді осы жерде бір сәл All Food туралы жалғастырамыз. Бірақ жаңа бір өзіміз сыртта әңгімелесіп отырған кезде негізі All Foodқа дейін біз бір IT компанияны бастадық. Біздің IT өніміміз болды. Сол жерде біраз жаңағы шекемізге таяқ та тиді, біраз тәжірибеде жинақтадық, кейбір нәрселерді ішінен түсіндік деген әңгіме айтып қалдың. Сол туралы айтып өтші. Біз All Foodқа дейін 2015-тен бастап әртүрлі жобалар жасадық. Ол жерде де сондай бір айдың ішінде, 2 аптаның ішінде жоқ болған жобалар болды. Сол жерде бізде ағамыз бар, Ақын Мұрат деген. Ол жігіт 2013 жылы Жаңаөзен қаласында коммуналдық көрсеткіштерді қабылдайтын жүйе, жұмыс істеу процедурасы бізде далада темір жәшіктер тұрады. Соған қағазбен адамдар счетчиктің показаниясын дейміз ғой біз жалпақ тілмен айтқанда. Газ деген неге салады? Тоқ пен судың көрсеткіші ғой. Көрсеткіштерді әртүрлі жәшіктерге салып жүреді. Сол бізде налогидің қасында тұрады жәшіктер. 25-нен 30-на дейін әбетте ана жерде пробка мүмкін емес. Сол жүйені жоқ қылу үшін ол кісі басқаша бір зат ойлап табу керек деген ой келген. 2013-те тест жүйесінде SMS арқылы жасап көрген. 2017-те сол бізбен танысып, біз осыны SMS емес, давайте мобильный приложение ретінде жасап көрейік, келісем екен деп, соны бастағанбыз. Бүткіл коммуналдық мекемелерге көрсеттік. Олар көре берің деді. Біз ешқандай ештеңе айтпаймыз деді. Бұл қай жылы еді? 2017-нің басы, ол наурыз айларында. Жалпы 2015-тен бастап коммуналдық мекемелерге барып жүрдік. Қарсы болды. Сосын айтқанда акиматқа айтып, осындай жоба бар, бастап көрейік. Сол бұрынғыдай қағаз ретінде Excelден сіздерге распечатка жасап алып барамыз. Просто соны бізден қабылдасаңыздар болды деген сөз алдық олардан. И халыққа мобильді қосымша шығардық. Қанша адам қолданады деген бізде бір қызық сұрақ болды. Адамдар қолдана ала ма деген сияқты да. Ол уақытта бізде маркетинг деген сөздің мағынасын да білмейтін уақытымыз. Маркетингдің әрпін де білмеймін дейсің. Дәл өзі. Сол уақытта программаны жасап шығарып, Play Marketке уақытта iOS-ке шығара алмадық, өкінішке орай, бізде MacBook болған жоқ. Тек қана Play Marketке шығардық, және сайт ретінде жасадық. И бүткіл адамдарға жіберіп көрдік. Айына бізде 1000 квартира қосылып бастады. Жаңаөзен қаласы бойынша жалпы 30 000 квартира бар. 30 000 шаңырақ бар, иә? Бізде жер үй дейміз, квартира дейміз, соның барлығын алғанда 30 000 абонент бар әр коммуналдық жүйеде. Біз сол 30 000 абоненттің 8 айдың ішінде 10 000 абоненті тіркелді бізге. Керемет. 30-35%-ға жеттік. Ол жерде үлкен не болды. Сол уақытта біз көрмеген, былай айтқанда, проблемалар бар екен Жаңаөзеннің коммуналдық жүйесінде. Ол әлі бар ма, әлде? Әліге дейін бар шығар. Біз ол жағын білмейміз. Мысалға қандай мәселе? Мәселе мынандай. Мысалы Жаңаөзен қаласына 1 миллион тонна су келетін болса, 30 000 абоненттен келген показания бойынша 900 000 су қолданылды. 100 000 куб су қайда кетті деген сұрақ болады. Ол жерде утечка болады, тағы да басқа болады деген сияқты. Сол себепті оны 30 000 абонент бөліп төлейді екен. Біз соны білмей қалдық. Ал сіздер білмей қалғанда оның сіздерге зияны тиді ме, әлде қалай? Бізге зияны тигенде, мысалы, халық біз арқылы показания тапсырған уақытта көрсетеді ғой. Мысалы, 30 куб су қолдандым деп.
оған 32 кубқа счет келіп тұр төлеуге. Сол уақытта дау басталды. Маған неге көп келеді деген. Бұрында қағаз ретінде ондай проблема болмайды екен. Содан коммуналдық мекемелердің кішігірім жауы болып қалдық. Жоқ, негізі осы жерде бізді тыңдап отқан көрермендерге бір стартап туралы айтып отырмыз ғой, иә. Бұл Нұрсұлтан бауырым керемет стартап идеяны айтып өтті. Егер қазір тағы біреу стартап жасағысы келсе, мен не істеймін деген. Негізі бұл жалпы тұтынушылармен қарым-қатынас аясында бірнеше осындай стартап жасауға болады. Яғни жалпы елді мекенге, мейлі ол қала болсын, ауыл болсын, аудан орталығы болсын, елді мекенге келетін су мен тоқтың және газдың жылу жүйесінің орысша потеря деп айтады, жоғалулары болады, көзге көрінбейтін. Ол кейде ол бір үй немесе бір қала суғаруға қолдану мүмкін суды. Немесе біреулер өзінің жертөлесінен тұрбадан шығарып алып көлігін жуу мүмкін. Бұл тоқ мәселесінде де солай. Біреу үйінің жертөлесінде мысалға сваркамен айналысуы мүмкін. Яғни қазіргі таңда егер сіздерге қарап үлгі алып бір маңғыстаулық жас жігіт стартап ашқысы келсе, онда ұсынысымыз бір IoT деген бар қазіргі таңда, Internet of Things дейді, интернет заты. Яғни датчиктер, сенсорлар, өлшегіш құралдары арқылы бірден жаңағы потеряны анықтап, қай жерде жоғалды, және қай абонемент қанша нақты су мен тоқ, газ, электр энергиясын қолданса, соған қаражат төлеуге болады, иә. Енді бірақ қызық кедергіге тап болыпсыздар. Бұл стартаптың аты қандай еді? Бізде IKEO деп айталды. Бұны стартап деп айтуға келмейтін шығар, енді сіздер бастап жоба деп айтуға болады. Жоба деп айтсақ болатын шығар, стартап мен бұны неліктен тілге тиек еттім. Өйткені сол Ақын Мұрат деген жігіт, Жаңаөзеннің белсенді жігіттерінің бірі, өзім жақсы көретін, құрметтейтін азаматтың бірі. Ол сол 2016-2017-де осы туралы жиі айтып жүрді да. Және мен ол кезде Ақтау қаласында тұрамын. Ол кезде Ақтауда да сондай мәселе болатын. Яғни әлі қазір енді Каспий голдпен төлейміз, өзі автомат түрде келіп тұрады, квитанция, соған автомат төлейміз. Ол кезде Каспийдің өзі келмеген еді. Біз Ақтау мекемелерімен де келісіп қойдық. Яғни бұл кәдімгідей өзінің өмір сүруге құқы бар жоба болатын. Бірақ дегенмен енді Каспий келді де біраз жетті деп айтуға болады. Біздің бір проблемамыз, былай айтқанда, политикада жүрген адамдармен сөйлесе алмайды екенбіз. Оның политиканың не қатысы бар? Себебі бұл жоба енді коммуналдық жүйелер болғаннан кейін бізде коммуналдық жүйелердің барлығы дерлік үкіметке қарайды. Біз олардың басшыларына барсақ, олар бізді акиматтағы бір бөлімге жібереді. Біздің басшымыз сол деп. Жоқ, бұны политика деп айтпаймыз. Бұны жергілікті атқару органы деп айтқан дұрыс болар. Біз сол айтқанда диалогқа келе алмадық. Біз қолдан келгенше түсіндірдік, осындай жүйе 10 мың адам қолданып жатыр. 10 мың квартира. Бұл сұхбат емес, мен журналист емеспін, өзіңнің ауылдасыңмын, сондықтан осылай сөзіңе жабыса беремін арасында. Сосын бұл жерде айта кететін мәселе, негізі осындай, мен айтишниктермен көп сөйлескенде осындай мәселе бар екен. Яғни біз енді технарлармыз ғой, инженерлерміз. Сол әкімшіліктегі адамдармен сөйлесу, оларға бірдеңені түсіндіру, инновацияны жеткізу шындығында кейде қиынға соғып жатады. Сөйтсе қазіргі таңда көптеген стартаптар жанына PR дегенді естіп жүрсіздер ғой, public relations. Дәл қазір. PR ол халықпен. Сөйтсе әрбір стартаптар қазір жанына GR дегенді алып жатыр екен. Яғни government relations дейді. Яғни сол әкімшіліктің тілінде сөйлейтін. Керек екен. Оларға не керек, олардың жаңағы ауру нүктелері қандай, соны тамырын басып отырып, осындай шешімдерді ұсынып жүретін. Сондықтан сіздерге өте үлкен тәжірибе болды деген ойдамын. Ол уақытта үлкен, былай айтқанда IKEO жобасы 8 ай істедік, бесплатно істедік, содан кейін программаны жабуға тура келді. Неудачно деп айта алмаймыз, себебі 10 мың адам қолданатын жоба жасадық.
Әрине. И Әрине. 10 мың 30 адам пайызға жақын, иә. 10 мың адаммен және біз служба поддержка қойдық. Мгм. Өзіміз Мгм. жауап беріп отыратын болдық 24 сағат. Сол уақытта халыққа бір пайдалы дүние жасай аламыз деген бір сенім келді. Мгм. Содан кейін сол IQ жобасын жапқан күннен бастап біз Allfoodтың разработкасын бастадық. Бәрекелді. Бір деталь. Мен естуім бойынша оның қызметі бар болғаны 50 теңге болды, солай ма? 50 теңге болды. Бірақ бізде бір принцип болды. Мгм. Ол 50 теңгені тұтынушы төлеу керек емес. Мгм. Оны коммуналдық мекеме төлеу керек деген. Себебі заң бойынша біздің көргенімізде коммуналдық мекеме счетчиктің показаниясын өздері жинау керек. Халықты счетчиктің показаниясын жібер деп мәжбүрлеуге болмайды деген заңды көрдік біз. Сол себепті сондай принцип ұстандық. Коммуналдық мекеме біз төлемейміз деді. Бәрекелді. Мүмкін сол принципке тақалмағанда жүрер ме еді дегенде ойлар келеді қазір. Әрине, ол кез келген бір нәрсе келесі бір нәрсенің бастауы ғой. Ендеше Allfoodқа қайтып келейік. Allfood бұл, қайталап айтамыз, азық-түлік, тамақ жеткізуші қызмет дейміз бе, мобильді бағдарлама дейміз бе. Бұның енді жаңа Яндекстен, Волттан, Глободан, басқадан былай бір айтатындай айырмашылығы бар ма? Ауыз толтырып айтатындай жоқ. Бізде тек айырмашылығы ол жергілікті, иә? Стартаптарды оқытқан уақытта бәріне айтатыны ерекшелігіңізді айтыңыз дейді. Конкуренттен ерекшелігіңізді айтыңыз. Біз сол сұрақ бойынша көп ойландық. Қандай ерекшелігіміз бар? Айта кететінде үлкен ерекшелігіміз жоқ. Біздің ерекшелік тек мысалы InDriver мен Яндекстің қандай ерекшелігі бар? Ерекшелік көп ол екеуінің. Екеуі екі түрлі жұмыс жасайды. Бізде де дәл сондай Яндекс Еда мен Allfood сондай ерекшелік бар екен. Бұл айтқанда екеуі де тамақ, бірақ біздікі кіші моноқалаларға арналған екен. Бәрекелді. Сол қалалардағы кіші жағдай дәмханаларға, дәмхананың өзінде енді ашып отқан жеке кәсіпкерлер, бұл айтқанда микробизнес қой оларда. Соларға арналған платформа екен. Біз үлкен қалаға шығу үшін әлі уақыт бар екен біздің алдымызда. Біз қазіргі таңда стратегиямыз сондай болып тұр. Кіші қалаларға шығып, дамып, содан кейін ғана үлкен қалаларға жасаймыз деген. Жоқ, бәрекелді. Енді ол моноқалаларда негізі өте үлкен нарықтың ортасы деп ойлаймын. Енді сәл нақтылай кетсек, Allfood ол мобильді бағдарламаны ашады, клиенттер. Сосын өзіне қажет қандай да бір тағамды немесе азық-түлікті таңдайды. Мен азық-түлік деп дұрыс айтып отырмын ба? Продукт бар ма ішінде? Азық-түлікті енді қосып жатырмыз. Қосып алып тағы қосып жатыр. Бірақ негізінен тамақ, дайын тамақ. Яғни кафе, ресторандар. Көбде. Яғни мен бағдарламаны ашамын. Өзіме бір пиццама, бір нәрсені таңдаймын. Сосын тапсырысты басамын. Содан кейін процесс айтып жіберсең. Тапсырыс бергеннен кейін тапсырыс тікелей кафеге барып түседі. Оларда өздерінде мобильдік қосымша бар, немесе ноутбукқа арналған программа бар. Солар арқылы тапсырысыңызды қабылдап, өңдеп бастайды. Бірінші, біз әлі бұрынғы процедурамен жүрміз. Бізде клиентке звондайды. Сіздің тапсырысыңыз қабылданды, осынша минуттан кейін барады деп. Себебі біздің халық әлі үйрене салмай жатыр. Мына уведомлениеден келген 20-30 минутке сенбейді. Сенбейді. Адамның өзінің сөзі. Демек телефон соғып айту керек, Себебі жағдайлар болды. Біз телефонмен соғуды не обязательно қылған уақытта басқа кафеден заказ жіберген деген сияқты да. Сіздер звондамадыңыздар маған деген сияқты. Кішкене сондай нелер болады екен ситуациялар. Ол бірінші алғаш тапсырыс берген кезде солай ма, әлде әрдайым телефон соғып? Қызық екен. Яғни Allfoodтан, мысалға мен кеше Allfoodтан пицца алдым. Маған телефон соғып айтты 20 минуттан кейін келеді деп. 20 минуттан кейін келді. Енді маңызды емес, 20 минут бола ма, 5 минут бола ма, 1 сағат бола ма. Яғни мен көңілім толды, қанағаттандым. Бірақ сонда да мен бүгін тағы тапсырыс беріп отырсам, тағы да телефон соққанды қалаймын, солайым ба? Сондай. Ол жағы қызық екен. Себебі біз 2017-де сондай процедура қойғаннан кейін клиенттерім соған үйренісіп қалды.
уведомлениеге жаңа хабарламаға тәрбиелеу үйрету жоқ па? Көп мән бермей жатыр. Соны басқаша бір жүйе қылып жасағымыз келіп тұр бізде. Аха. Ал тамақ жеткізетін кім? Тамақ жеткізетін қазір кафенің көрерлері өздері жеткізеді. Біз өз курьерский служба дейді, жеткізу қызметін бастап көрдік, тестировать етіп қарадық, үлкен таяқтарды жедік бір жыл бойы. Содан кейін қазірге паузаға қойдық, программаны толық басқаша қылып жасап шығарып, енді қазір тағы қосқымыз келіп жатыр. Қандай таяқ жегенін білгім келіп отыр. Өйткені бәлкім анау Форт Шевченко бар, өзіміздің Кетік қаласы, Құрық Қарақия бар, Шетпе бар, бәлкім Ақтаудан тағы бірі осындай, немесе Қазақстанның басқа жерінде отырған бір адамдар ашып көргісі келуі мүмкін. Қандай таяқ? Біріншіден біз дұрыс зерттемедік басқа конкуренттеріміз қалай жұмыс істеп жатқанын. Көргенімізде бір-екеуін тек кішігірім зерттеген күннің өзінде курьерлерді қатты строго ұстайды екен. Мысалы, таңертең бір апта бұрын қашан жұмысқа шығатыныңызды белгілеп қоясыз. Шықпай қалсаңыз штраф болады, жұмыстан шығып кетеді, тағы басқа деген сияқты. Біз свободный режим деген сияқты қойғымыз келді. Жұмыс жасаған келген уақытта жаса, жасамаған келсе жасамай қой деген сияқты. Екіншіден, тапсырыс келмей қалса бонус беріледі. Мысалы, сағат 12-ден 1-ге дейін аралықта сіз онлайн болып жүрдіңіз, ешқандай тапсырыс сізге келмей қалды. Сол уақытта сізге программа өзі онлайнда жүргеніңіз үшін бонус береді. Сондай әртүрлі бонустар болады. 10 заказдан өтсе бонус, 20 заказдан өтсе бонус. Кафеге дейін, мысалы, тапсырыс келді, кафеге дейінгі расстояние 500 метрден артып кете ма, алыс кафеден заказ берсек, тағы бонус деген сияқты. Бірінші айда қарасақ, біздің курьерлердің жалақысының 30% сол тапсырыстың өзінен, қалған 70% біз бонус беріп отырмыз. Біз бұрында пайда тауып отқан болсақ, қазір минус 1 миллион теңгеге. Шығынға кетіп қала жаздадыңдар, Біз ол және басында Семей қаласында жасап көрдік доставканы. Себебі ол жақта тапсырыс аз, егер минусқа кірсек те даже банкрот болмаймыз ғой деген ой болды. Дәл сондай болды. Айына 1 миллион шығын болып отырды. Ол шығындарды жайлап біз программаны өңдеу арқылы, жөндеу арқылы технический моменттер болды. Клиент пен кафенің арасындағы расстоянияны біз қате есептеп отқан екенбіз. Семей қаласы бізге үлкен сабақ болғаны, ол жерде темір жол бар, ол жерде көпір бар, бір емес екеуі. Бір көпір жабылып қалса, біздің доставкамыз ұзағырақ болып кетеді. Біз курьерге көп төлейміз, бірақ клиенттен бұрынғыдай аз аламыз деген сияқты мәселелер болады екен. Темір жол жабылып қалса, сондай болады. Тағы да басқа мәселелер көп екен. Жер үй, үлкен үй. Қызық. Семей қаласы доставкамен тест жасауға таптырмайтын локация екен. Ал енді осы қазір Семейдеміз дедіңіздер, сосын Жаңаөзенде деп айттыңыздар. Осы екі локацияны салыстырған кезде қайсында абонемент көбірек қолданушылар? Бізде Жаңаөзенде көптеу. Жаңаөзен қанша? Жаңаөзенде айына бізде постоянный клиент деген базамыз бар, 2000-нан асады. 2000-нан? Олар айына кем дегенде 5 рет заказ беретіндер, 4-5 рет заказ беретін адамдар. Жалпы Жаңаөзенде мен соңғы статистиканы көрмедім, 200 мыңның үстінде халық бар, солай ма? 200 мыңнан асқан шығар, Тіпті асып кетті ме? Мен көп айтып қойдым ба десем. Яғни 200 мыңдай халық болса, 10% 20, яғни 1%-тің жобасында ұстап отыр. Демек сіздерге әлі өсуге мүмкіндік көп, Бұл айтқанда, мысалы біз кафелерден өзіміз анализ жасаймыз, қанша пайыз заказ, мысалы телефон, басқа да платформалардан келеді оған, Инстаграмдан келеді, ТикТоктан келеді, өздерінің рекламалары бар, раздаточный материал, тағы да басқа. Телефон арқылы заказ келеді, и Олфуд арқылы заказ келеді. Неше пайыз салыстырмалы түрде деп. Біз қазір нарықтың 25-30%-на жеттік. Яғни 10 заказдың үшеуі оларда
он заказдың үшеуі Allfoodтан. Allfood арқылы келеді. Ол бәрекелді, тамаша ғой. Ол орташа есептегенде, бірақ кейбір кафелеріміз бар 80% бізге тәуелді болып қалып отқан. Кейбір кафелер ондай қатты көп емес деген сияқты. Яғни өздері де бөлек платформасымен, өздерінің маркетингімен жұмыс істеп жатқандар жартылай тәуелді, немесе толықтай тәуелділер бар. Ал енді осы Allfoodтың, осы стартаптың бір маркетинг бюджеті болды ма? Сіздер қалай қарқынды түрде дамыдыңыздар? Бізде ең басында Жаңаөзен хабарландыру тақтасы деген ВКонтактеде группа болды. Құдай бере салған ВК дейсің ғой. Құдай бере салған ВК. Сол жерде 2017 жылы біз былай айтқанда бот арқылы секунд сайын жарнама жасайтын бесплатный жарнама жасадық өзімізді. Және WhatsApp-тан группаларға таратып, таныс мынандай флайер шығарып аламыз. Мысалы КазГПЗ деген мекеме бар. Сода таныс бір жұмысшыны көріп қалсақ. Маңғыстау мұнай өңдеу зауыты. Жаңаөзен мұнай өңдеу зауыты. КазГПЗ газоперерабатывающий. Газ өңдеу зауыты. Газ өңдеу зауыты. Мысалы, сондай сияқты мекемелер болады, ККС, тағы да басқа деген сияқты. Бір адамды танысты тапсақ, қолына бір 100 шақты флайерді береміз, офиске барып таратып қайт деп. Анау сетевой маркетингтің несіне ұқсаған екенсің. Жоқ, бұл да болса негізі жақсы тәсіл екен. Яғни маркетинг бюджет бір арнайы бюджет болды деп айта алмайсың. Ондай болған жоқ. Жаңағы ВК пабликте қанша адам отырды? ВК пабликте Жаңаөзеннің ең үлкен паблигі сол еді, 50 мыңдай. Ол біздікі емес, ол общий. Жоқ, біліп отырмын. Бұны айтып отқан себебім, өзің білесің, индрайверде содан басталған ғой. ВК-дан басталған. ВК-дан басталған. Қолдан жаңағы не қабылдап, тапсырыс қабылдап, қолдан таксистермен сөйлесіп, сол ВК паблик дамығаннан кейін бар. ВК-дан көп заттар шыққан сияқты. ВК деген адамдардың көп шоғырланған жері. Ал енді басты ерекшеліктерінің бірін айтып өттің, Семей қаласының. Жаңағы 2 көпір бар дедің, темір жол өткелі бар дедің қаланың ортасында. Және құрылысы да басқаша. Бірақ одан бөлек қандай айырмашылықтар? Мысалы, менталитет жағынан. Мысалға, жаңа өзің айтып отырсың, Жаңаөзенде тапсырыс берген адамға міндетті түрде телефон соғып, 5-10 минуттан кейін келеді деп айтасыңдар. Семейде ше? Семейде ол жағынан қатты бір проблема болған жоқ бізде. Себебі Семейге кіргеніміз 2021 жыл. 2021 жыл халық уже мобильді программамен қолданған опыт бар адамдарда. Белгілі бір. Жаңаөзен қаласында 2017-ден бастағасын біз сол бірінші опытты біз бердік. Сол процедураны біз көрсеттік. Олар сонымен дәл қалып қойды деген сияқты ғой. Біз звоноктан бас тартып жатырмыз жайлап. Біз өзіміздің курьерлік службаны Жаңаөзен қаласына қосқымыз келіп жатыр. Сол уақытта толықтай бесконтактный деп айтамыз. Ешқандай звоноксыз, несіз жұмыс тек қана автоматты түрде орындалады. Тек бір программа арқылы деп. Ол қай картаны қолданып отырсыздар? OpenStreetMap па? Жоқ, Яндекс карта. Яндекс картаны қолданып отырсыздар? API арқылы? API арқылы. Ол қаншалықты жақсы? Сіздер былай қарап көрдіңіздер ма? OpenStreetMap, Google Maps, OpenStreetMap бар, Mapbox бар, Яндекс бар, Google бар, тағы да 2-3 жүйе бар. Мен аттарын ұмытып тұрмын. Барлығын қосып қарадық. Ең дұрысы белгіленгені Яндекс карта болып шықты. Жаңаөзен қаласына, Семей қаласына барлығын есептегенде ақпарат, қала бойынша ақпараты көп, сол Яндекс карта болып есептелді. Бірақ мынандай бір кішігірім хитрс бар бізде. Яндекс картаны қолданғанымызбен ол тек адресті анықтауға. Клиент өзінің адресін, көшесін жазып бастайды. Мысалы, мен көшем Карабашева болса, Карабашева деп жазған уақытта астына шығатындай. Нұрберген Карабашев 135 деп. Мен үйім шығатындай. Сол үшін ғана, және картаның өзі әдемі болған үшін ғана қоямыз. Ал біз курьерді қолданған уақытта, курьердің кафеден курьерге дейінгі жол, мысалы, өзі таңдай ма? Асфальтпен жүретін жол, тағы да басқа жол деп сызып береді ғой. Ол роутинг деп аталады. Ол Яндексте қымбат тұрады. Біз оған басқа графкопер деген система бар, сол арқылы қолданамыз.
OpenStreetMap арқылы сызады. А, Біз екі данныйды бір-біріне жалғаймыз. бұл жерде жасанды интеллект бар ма ішінде? Қазіргі жоқ, обучение бар ма? Жоқ. қазір жоқ. Сіздер былай жасап көрдіңіздер ма? Мысалға, картаға қарамай, курьер, ана дүкеннің қасында. Енді бізде ауылда солай ғой. Дүкеннің қасында, базардың қасында. Жоқ, біз карта қарамай есептейміз. Курьер мен кафенің арасындағы расстояние. Бірақ кафе мен клиенттің арасындағы расстояние деген бар бізде. Ол жерде мысалы автокөлік болатын болса, жолда айналып өткен болуы мүмкін, тағы да басқа жағдай болуы мүмкін. Біз А точкадан Б точкаға линейкамен өлшеп алып бара алмаймыз. Біз линейкамен өлшеп алып барып, сол бірінші таяғымыз содан таяқ жедік семей қаласында. Сосын ротикпен есептейтін болдық. Бәрекелді. Енді қазіргі таңда бұл тамақ жеткізу болсын, жалпы осындай маркетплейс, осындай агрегаторлар, мен жасанды интеллект бекер сұрап отырған жоқпын. Өйткені күннен күнге тұтынушыларға, клиенттерге қызметті тез жеткізу үшін, арзан жеткізу үшін, ыңғайлы жеткізу үшін әртүрлі технологиялық шешімдер қосып жатыр ғой. Солардың бірі енді роботизацияға бармай тұра тұрайық, дрон арқылы жеткізу. Мәселен, енді анау Қытайды, Американы, Европаны айтпай ақ қояйық. Біздің Ақтауда Азамат Сәрсенбаев деген блогер бар. Ол өзінің Тофифи деген қателеспесем кафесі бар. Азаматқа сәлем. Ол күнде таңертең сол бір круассанын, өзінің фирменный круассаны бар. Соны дронмен Ақтауда адамдардың соңынан қуалап жүріп жеткізіп береді. Кәдімгі дронмен жеткізіп береді. Осындай сияқты бір қызық эксперименттер қостыңыздар ма, әлде ойда бар ма, қалай? Алдағы уақытта ондай бір жоспарда жоқ, бірақ біз өзіміз қызығамыз. Біз дронды, Arduino деген система бар. Сол арқылы өзіміз дрон жасап көргенбіз. Бұрында қолдан 2015-терде басында. Бірақ ол футқа байланысты осындай дрон болады, тағы да осыға болады деген жоспарлап отқан жоқпыз. Себебі біз әлі өзіміздің адамның курьердің әлі бастапқы деңгейде, әлі мынау операциялық жұмыстарды жолға қою сатысында жүрсіздер ме? Дәл өзі. Ал енді қанша адам жұмыс істейді қазір? Біздің мекемеде қазір бастысы 2 адамбыз. Фронт-энд, бэк-энд екеуміз. Сосын өзіміздің SMM, маркетинг бойынша айналысатын адамдар бар. Басқа адам жоқ, біз командамыз кішкентай. Жоқ, бұда үй алатын ештеңе жоқ. Жоқ, біз ол жағдайға не қылмаймыз. Біз себебі экономичный стартап болғымыз келеді. Lean стартап деген понятие бар. Сол жүйемен жұмыс жасағымыз келеді. Себебі штатты көп алып, немесе көптеген шығын жасап, Яндекс.Едалар, мысалы, нелерді көріп жатырмыз ғой, конкуренттерді. Олар 30-35% қояды комиссиясын. Егер доставканы кафенің өзі ұйымдастыратын болса, 20-25%-ға дейін. Ал біз 10%-бен отырмыз. Соның барлығы жұмысты автоматтандырғанның себебінен болып тұр. Әрине, бәрекелді. Соны жасағымыз келіп жатыр. Күшті. Мысалға, қазіргі таңда адам тапсырыс бергенде, ол ақшаны, яғни сіздің стартаптың үстіндегі маржасы, бұл кафе рестораннан келеді. Солар төлейді, енді бұл осы жобаны барлығымыз естіп жатырмыз. Жаңаөзенде де енді арлы-берлі кіріп шыққан ел естіп жатқан шығар. Соның ішінде қаражат туралы бірнеше рет айтып қалдың, бюджет туралы айттық. Жалпы инвесторлар келіп, мынау бір жақсы стартап екен, жақсы бастама екен, сіздерге демеуші болайын, немесе басқалай қолдау көрсетейін деген секілді ұсыныстар, пікірлер болды ма? Ондай болды. Шынында инвестор болайық. Ол жерде инвестор болайық деген болмайды. Инвестор деген сөздің мағынасын көп түсіне бермейді. Жаңаөзен халқы. Бірақ енді түсініп келе жатыр. Бізде ақша құяйын деп айтады. Сен процент бер дейді. Оның сұрағы мынандай. Мен қазір 10 миллион теңге құйсам, 3 ай күте тұрам, содан кейін айына маған қанша төлейсің дейді.
Бізде ешқандай гарантия жоқ. 10 миллион бола ма, ол 100 миллион болады ма, эксперимент болғаннан кейін бізде әртүрлі результат болуы мүмкін. Ол тәуекелді көп адам алғысы келмейді. Қазір мысалы батыста дамыған ғой, венчур инвестор тағы да басқа бүткіл тәуекелді мойнына алады. Ақшаны береді, даже келіспей қалса да, жоба келіспей қалса да, ол жерде үлкен дау бола қоймайды. Бізде қарызға берген сияқты қылып қарайды инвесторлық ақшаны. Сол себепті біз көбіне отказ бердік. Яғни анау венчур капитализм деген бар, венчурлық инвестиция деген бар. Бұл енді стартапқа ақша құю деген негізі венчурлық инвестиция ғой. Яғни осындай менталитет бізге әлі қалыптаса қоймады. Жайлап қалыптасып жатқан сияқты. Біздің соңғы тенденцияларды қарасақ, соңғы жылдарды қарасақ, уже адамдар басқаша ойлайтын болған сөйлескен уақытта. Ал жалпы керек пе жалпы инвестиция? Инвестиция керек бізге. Біз осыдан бір 2 жыл алдын айтсаңыз, жоқ керек емес деп айтатын едік. Қазір керек дейсіз. Қазір инвестицияны өзіміз түсінгеннен кейін, себебі біз қорқатынымыз былай болатын. Бізде адамдар келіп жаңағыдай ақша берем, осындай гарантия бер деп айтқасын, бізде де ойымыз андай қалыптасты. Ақша берді ма, ертең мен ол ақшаны таппай қалсам, Құдай сақтасын, үлкен сот болады деген сияқты бір қорқыныш болады. Мысалы Астана хабта біз 3 ай оқыдық. Сол уақытта инвестор кім, стартапер кім, қалай жұмыс жасайды, бүткіл жүйені түсіндіріп берді. Содан кейін біз ойымыз өзгере бастады. Бізге инвестор керек екен. Инвестор болғанда да біздің системамызды түсінетін, бізбен ойы бір жерден шығатын деген сияқты сондай адам табуымыз керек екен деп. Біз просто өз адамымыз тапқан жоқпыз, өз инвесторымыз тапқан жоқпыз әлі деп. Ол сол инвесторды табу үшін қандай да бір әрекет жасап жатырсыздар ма? Ол үшін Астана қаласына келуіміз керек екен. Неге? Біздің облыста жоқ па ондай? Біздің облыста қиындау. Қиындау. Көрдік, біздің облыста сәл қиындау болайын деп тұр. Ал жалпы, мысалы, бәлкім осы видеоны көріп отқан бір адам хабарласып қалса, қанша енді ол кейде стартап өзіне инвестиция іздеген кезде қаржылық формулировкамен іздейді, яғни маған 100 миллион керек, теңгемен жарты миллиард теңге керек деген секілді. Кейбіреулер жаңағы equity дейді, акцияның өлшемі бойынша пайызбен өлшейді. Яғни осындай бір өлшемдермен сіздерге қанша керек? Біз системамыз инвестиция әлде бізге келсін сосын сөйлесеміз. Бізге келсін кейін сөйлесеміз деген сөз еді басында. Қазір әр қала бойынша есептейтін болдық біз. Бізде осы Олфудтың жасап жатқан уақытта басқа қалаларға шығу керек деген ойымыз болды. Бірінші шыққанымыз Ақтау. Ақтау өзіміздікі болғаннан кейін, былай айтқанда, нормальный жетістікке жеттік ол жерде де. Содан кейін, Ақтаудан кейін біз өзіміздің жақын Бейнеуіміз бар, Құлсарымыз бар. Соған шыққымыз келді. Қалтамызда көк тиын жоқ, көлікті айдап Құлсарға бардық. Бір апта сол жерде жаттық. Кафелердің басшыларымен сөйлестік, осындай жүйе бар, осындай программа бар, қосып көрейік деп. Ол жақ қосып көрді, клиенттерді жайлап шақыра береміз деген сияқты. Сөйтіп кафелеріміздің бәрін жинап алғаннан кейін клиент шақыруға бізде бюджет жоқ. Кафе 2-3 ай күтті, сонымен олар шығып кетті, клиент келді, кафе жоқ. Сонымен бізде проблема курица яйцо деген бар маркетплейсте. Кімді бірінші шақыру керек, клиентті ма немесе кафені ма деген. Сол екеуін бірден шақыру керек негізінде. Біз сол екеуін бірден шақыра алмағаннан кейін Бейнеу қаласында да, Құлсары қаласында да үлкен провал болды. Біз 3 ай немесе 4 ай жұмыс жасап, жұмысты толықтай тоқтаттық ол жерде. Қызық. Содан кейін, 1 жылдан кейін біз Семей қаласына шықтық. Ал Семейге осын мен кәдімгідей қатты таңғалып отырмын. Жарайсыздар. Батыстың батысынан шығыстың шығысына қалай жетіп жүрсіздер? Біз Құлсар мен Бейнеуде өзіміздің қателіктерді анализ жасаған уақытта бірінші мәселе ол жерден сол біздің программаны контроль жасайтын адам қоймаған екенбіз. Біз ойладық, дистанционно жаңа өзеннен тұрып басқарамыз бәрін.
кафені де, маркетингті де, басқасында деп. Енді түсінгеніміз ол қаланың жергілікті бір адам болу керек екен. Қаланың менталитетін түсінетін, қаланың яғни өңірлік менеджер. өңірлік менеджер ол басты шарт екен. Новый қалаға шығатын болсақ, басты шарт өңірлік менеджер жақсы адам болу керек, түсінетін адам болу керек, системаны қаласын да жақсы білетін адам болу керек деген. Соның ішінде екіншіден біз маркетингді жай-жаймен жасаймыз деп ойладық. Ол Байыппен, асықпай. Байыппен, ол жайлап келеді өзі деп. Бізде енді қазақта бір жағынан жақсы сөз, бір жағынан жаман сөз бар, бұйыртқаны деген. Бұйыртқаны келеді ғой деген сияқты үміт болды. Вот Семей қаласынан шыққанда өңірлік менеджерді қойдық, ашылу числосын белгілеп қойдық. 10 сентябрьде бізде осы программа жұмыс жасап бастайды деп. Біз ақша жинадық маркетингке, және ашылуға дейінгі маркетингді жасадық. Осындай программа жасайын деп жатыр деген. Ал 10 сентябрьден бастап біз Семей қаласында, не дейді, орыстарда айтады, из каждого утюга дей ма, барлық платформада біздің жарнама кетті. Біз ашылуға дейін 100 кафеге кіріп шықтық, соның 10-ы ғана келісті жұмыс жасауға. Соның өзінде 2 ай тегін жасайсың деген күннің өзінде жақсы көрейік деген 10 кафе болды. Бір айдың ішінде жинағанымыз. Ал жарнама 10 сентябрьде қостық, жарнаманы жаңағыдай жібергеннен кейін біз 10 күннің ішінде 30 кафе қостық. Бұрында жоқ деген адамдардың бәрі өздері звондап шықты. Барлық кафелерді қостық, уже бізде база көп жиналды. Клиенттер де сразу келді. Тамаша. Жіберген қаржымыз 3 айдың ішінде өзін ақтап шықты. Біз 3 айдан кейін плюста болдық Семей қаласында. Тамаша. Содан кейін маркетингке бюджет жаса. Содан кейін ай сайын маркетингке бюджет қойдық. Біз Семей қаласын бүлдір болғанымыз доставка қостық ол жерге. Жаңағы айтып отырғаным. Сол жерде таяқ жеп қалдық үлкен. Енді ол доставканы алып тастадыңыздар, иә? Доставканы алып тастадық. Әркім өзі жеткізеді, әр кафе, ресторан. Дәл өзі. Енді жаңа айтып өттің. 200 мыңның жобасында халық бар Жаңаөзенде, кемінде бір 2 мыңдай тұрақты клиенттеріңіз бар екен. Қолданушыларыңыз. Семейде ше? Семейде бізде 500-600-дің жобасында. Біз доставканы осындай бүлдіріп алғаннан кейін жалпы қашан қосылдыңыздар? Репутация құлады. Жалпы қашан қосылды Семейде? Семей қаласында жалпы қосылған 2021-де, 2022-нің соңында ма біз доставканы қостық. Доставканы потом қостық, бұл айтқанда. Кішкене уақыттан кейін. Қызық. Ал жалпы осы енді бұл ауыр жол ғой, былай қарағанда екінің бірі ойлайды, маған да хабарласады, айтишниксің ғой, приложение жасай аласың ғой, маған такси приложение жасап бер, Яндекс такси сияқты ашқым келеді, осындай тамақ жеткізу приложениесін жасап бер, сосын OLX деген бар ғой, хабарландырулар тақтасы, сондай жасап бер деп. Бірақ енді мен көбіне жаңағындай тойтарыс берем, себебі ол біріншіден бағдарлама жасау оңай дүние емес, екінші оны жүргізу оңай емес, оған ол үшін мен басқа тұрғым келмейді. Яғни жұрт осыны әрине стартап жасау керек. Осыны бірінші түсіндіріп өтейінші, адамдар түсінбей қалар әйтпесе. Стартап мақтап отыр, біресе жамандап отыр деп. Стартап жасау керек. Стартап ол экспоненциал деңгейде өседі. Яғни ұзақ уақыт бойы өзін дамытып келеді де. Ол бір мезетте мысалға 100 мыңдаған аудиторияға жетіп, 200 мың аудиторияға жетіп, бүкіл облысты қамтып, бір мезетте миллиард компанияға айналып келе қояды, иә. Бірақ сонда да жаңа үлкен үйге не керек болса, кіші үйге де сол керек демекші. Немесе арбаның алдыңғы аяғы қалай жүрсе, соңғысы солай жүреді деген секілді. Кез келген бизнес секілді бұлда да өзінің мәселелері бар, иә. Семей мен Жаңаөзенге стартап бастаған кездегі негізгі мәселелер қандай? Яғни жай осы операциялық мәселелерден басқа. Әлде жоқ па? Қаланың өзінің бір психологиясы бар. Түсіне білу керек. Жарнама жағынан да екеуіне екі түрлі жарнама жасаймыз біздер. Қызық, ол қалай сонда? Екі түрлі подход жасаймыз деген сияқты.
мысалы Семей қаласында көбіне орысша контенттер деген сияқты немесе блогерлер сөйлеген уақытта басқаша сөздерді қолданады. Жаңаөзен қаласында қазақша контент көбіне. Сөйлеген уақытта сөз мысалы менің өзіме ұнамайды. Жаңаөзен қаласының тұрғыны болғаныммен бізде айтады ғой, Маңғыстауда кішкене дөрекілеу сөйлейді деп. Дөрекілеу сөйленген бізде видеолар болды, маркетинг материалдар. Әртүрлі әзілі қосылған блогерлердің әртүрлі вайн сияқты бізге ұнамайтын. Біз видеоны дайындаймыз, бәрін монтажын дайындап. Өтетін бе еді аудиторияға? Біз соны алып қоямыз, еш жаққа жібермей. Бізге ұнамады, тұра берсін деп. Бірде сол қызық эксперимент жасап көрдік. Давай ұнамайтын видеолардың бәрін жібереміз, басқасын тоқтатып деп. Содан кейін біздің табыс 2 есе көтерілді. Мәссаған. Кетеді 3 ай кетті, соған 3 ай Инстаграмнан таргет жасадық, тағы басқа платформаларға жібердік. Жаңағыдай 2x'ті көрген уақытта біз түсіндік, біздің бәрі бір менталитет роль ойнайды. Өзінің рөлі бар менталитеттің. Ол қашып кете алмайсың еш жаққа деген сияқты ғой. Қызық. Сол себепті маркетингді өзінің мамандарымен сөйлесетін болдық. Бізге ұнамаса болды, шығармаймыз деген принциптерді алып тастадық деген сияқты. Біз жалпы өзіміздің ішкі принциптер де көп, бізге ол қиын болып жатады. Ішкі принциптермен жұмыс істеуге тура келді дейсің ғой. Әртүрлі. Ол жаңағы енді айтып жатырсың ғой, маркетингте сондай бір түйткілдер болды, бір қызық шешімдер болды деп. Операционканы айттың. Одан бөлек мысалға бағдарламаны ұстап тұруда, оны жаңартуда, немесе басқа бір шешім, басқа бір кнопкалер дейміз бе, функциялар қосуда мәселелер болды ма? Ол жағынан екі қалаға бірдей қазірге. Бұл айтқанда екі қалада екі түрлі бір кнопка немесе басқа да екі түрлі мүмкіндіктер беретіндей ондай жасап көрмеппіз. Ондай эксперимент жасап көрмедік әліге дейін. Мүмкін алдағы уақытта жасайтын шығармыз. Ал енді мысалға All Food, одан бөлек жаңа айтып өттік, әлемдік стартаптар бар. Стартап дейміз бе, білмеймін. Яндекс да өзі стартап па, стартап емес пе? Түсінбей қалдық қой. Басқа агрегаторлар, олардан қауіп бар ма? Жаңаөзенге бүгін ертең кіріп келеді деген. Жаңаөзенге кіріп келеді. Нарықты алып кетеді деген. Нарықты алып кетеді деген қауіп болды басында. Мысалы бізде бүткіл Жаңаөзенде 80% кафе бізбен жұмыс жасайды. Олар кірейін деп жатқан уақытта кафенің басшыларымен хабарласады. Кафенің басшылары бізге соғады. Біз мысалы 2017-де бастаған уақытта комиссиямызды 3% қылып қойдық. Ол 3%-ға күн көруге болмайды екен, сосын 5% қылып көтердік. Сосын сөйтіп қазір 10%-ға жетті. 5%, 7% болып жұмыс жасап отқан уақытымызда бізге бұл айтқанда кішкене боғауызбен бізге ұрсып, сендер қайырымдылық қоры емессіңдер, сендер бизнессіңдер. Өзіңнің бағаңды біл, дұрыс бағаны қойып біл деп сөйтіп айтқаннан кейін біз бағаны көтердік. Біз қорқатынымыз кафелердің бәрі шығып кетеді деп. Сол уақытта мысалы кафелер бізге хабарласады. Осындай агрегатор бізге хабарласты. 20% деп жатыр, 15% деп жатыр. Бүткіл бұл айтқанда анализ жасайды оларды. Әрине. Біздің уже решение бар болғаннан кейін, шешім бар, 10%-бен жасап жатыр адамдар. Және жұмыс істеп жүр, адамдар тапсырыс беріп жатыр. Дәл өзі. Содан кейін кафелердің өздері келіспей жатыр. Ол агрегаторлар және басқа да қалаларды көріп жатыр. Құлсары бар, басқасы бар. 35% деген біздің Ақтау қаласына да кішкене ауырлау болып тұр. 30-35%. Әрине, 30% деген. Бірақ Алматыға ол жақсы, Астанаға ол жақсы. Енді бұл жерде халықтың саны рөл ойнайды ғой. Мәселен, Алматыда, Астанада миллионның үстінде халық тұрады, миллионный қалалар. Біздің Ақтауда да бір 200 қанша халық? 200-дің үстінде бар ғой. Ақтау қаласында 400-ден көтеріледі. Халық саны ма? Қаласы, Ақтау қаласы бойынша. Енді
миллионның үстінде халық тұратын Астана мен Алматымен салыстырғанда бәрібір халық саны аз ғой. Енді қарашы, әзірге 10% бағамен ұстап отырсыз. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Өйткені жалпы стартап жасағысы келетін адамдар бұндай инсайдерлік ақпараттарды еш жерден алмайды. Бұндай тегін информацияны ешкім бере қоймайды. Сондықтан өзіңнен суыртпақтап сұрап отырмын. Мынандай бір қызық жағдай болған, сізге айтып кетсем. Осы сөздің аузыңызда. Ақтау қаласынан 2019 жылдары маған бір жігіт хабарласқан. Біз 2019-да Маңғыстауда стартаптардың жарысы болған. Содан бас жүлде ұтып алғанбыз. Сол жерде мен тауып хабарласып, мен сіздің жасаған программаңыздың копиясын істегім келеді. Кәдімгідей бетке бірден. Тікелей Ақтау қаласында жасағым келеді бірақ деп. Сіздер қазірге Жаңаөзенде жасап жатқан екенсіздер деп. Түсінікті дедім. Сосын қалай жасаймын деді. Мен кафенің басшысымен қалай сөйлесуден бастап, программаны қалай жасау және маркетингді қалай жүйеге қою дегенді былай айтқанда консультация жасап бердім. Түгел ерінбей. Тегін, толық. Любой уақытта звондай берсең болады деп. Вау. Бірақ оны жасау оңай шаруа емес. Жарты жолда ол жігітте қойды енді. Болды деген сияқты қылып та. Сол себепті біз былай айтқанда открытый компаниямыз, ашық кез келген түсінбей жатты, даже конкурентіміз болса да біз түсіндіреміз. Осындай болып жатыр, осындай қылып істеп қара деп көмектесе аламыз. Енді әрине кімге қалай ақыл айтасыңдар, қандай ақпарат айтасыңдар, оны өздерің білесіңдер. Бірақ тікелей бәсекелес болғысы келген адамның аузына шайнап беру деген сәл қиындау дүние екен. Жасап көрсін дейсің ғой. Жасап көрсін. Ал енді қазірге сол 10% жаңа бағамен отырсыздар. Мысалға қарашы. Такси, Яндекс таксидің бизнес моделі мынандай екен. Яғни бизнес модель болғанда Яндекс таксиге ешкім тікелей такси қызметін көрсетуші ретінде тіркеле алмайды. Біреу такси қызметін көрсеткісі келсе, ол таксопаркке хабарласады. Ал таксопарк ол жаңағы агрегаторға партнер ретінде тіркелген. Тиісінше жаңағы мысалға мен А нүктесінен Б нүктесіне дейін 1000 теңгеге жетсем Яндекс таксимен, соның 10%-ын ба 20%-ын Яндекстің өзі алады. Ол мен пайыздарынан қателесуім мүмкін. Партнерға бөлет, сол жергілікті не болады, менеджер болады. Менеджер болады. Сөйтіп, яғни бір 2-3 бөліс соның ішінде жүреді. Ал сіздер олай емес, сіздер тікелей біздікі қазір. Яғни ортада партнер, ортада тағы да ақшалы отқан, ондай жоқ. Ондай жоқ. Бірақ біз мана айтып қалдыңыз ғой, инвестор келіп саған 10 миллион берем десе, не айтасың деп. Біз сол сұрақты өзімізге де қойдық. Біз мысалы жаңа қаланы ойласақ, Құлсарыға, например, екінші рет шығатын болсақ, Құлсарының халқы көбі, средний зарплата басқа қалаларға қарағанда жоғары, моногород. Сол себепті ол қалаға Жаңаөзен сияқты успешно бола алады бізде. Біз не істейміз? Сол 10%, 10 миллионды алып, Құлсары қаласының былай айтқанда франшиза сияқты қылып бере аламыз. Бірақ модель как Яндекс партнер сияқты, жаңағыдай таксопарк сияқты жұмыс істейтін боламыз. Яғни сол модельді ұстанасыздар. Жауапкершілігі болады, оның өзінің жауапкершілігі толықтай франшиза болып есептелінбейді екен, біз зерттеп қарасақ ол. Ол как партнерство ретінде. Партнер ғой. Ол 10%-ымыз бөлінеді сол уақытта. 3%, 4%. Демек, қазір бізді тыңдап отқан адамдар бәлкім Оралдан шығар, бәлкім Ақтөбеден, Қызылордадан шығып қалар. Яғни сізге хабарласса, мынау өзіміздің отандық стартап екен, оның ішінде кәдімгідей халықаралық деңгейдегі стартаптармен тайталасып күн көріп жатқан екен, біз қолдайық, яғни партнер ретінде қосылайық десе, ашықсыздар, оған? Қазіргі таңда толықтай модельді ойластырғаннан кейін біз дайынбыз жұмыс жасауға. Ал енді мына жерде мынандай бір қызық бар. Жалпы қазіргі таңда біздің өңірде дейікші, сосын жалпы Қазақстан қоғамында да 3-4 мамандықты ғана білеміз де.
енді дәрігер болу, мұғалім болу, иә тағы не бар, заңгер болу, қаржыгер, иә финансист, сосын мұнайшы болу деген мұнайшы сияқты. болу біздің Енді талабымыз. осының ішінде Аха. стартап деген бір бөлек әлем. Иә. Бұның өзі бір бөлек жаңағы бағыт, Мгм. бизнестің түрі деп айтсақ та болады. Мгм. Енді осы салаға біз жастарды көбірек тартып, Мгм. яғни мысалға сіздер қазір 2 адамбыз дедіңіз, Иә. иә. 2 адам болып отырып Жаңаөзенде бір жоба ашып, анау шығыстың шығысы Семейде бір жоба ашып, енді басқа да қалаға дайынбыз деп отырсыздар. Иә. Осындай деңгейде бәлкім біздің жастарымыз жаңағы өзіңнен үлгі алып, басқа бір Иә. стартап түрлерін ашқысы келсе, Иә. қайтпек керек? Қазір бұрынға қарағанда жағдай оңайлау. Бізде Маңғыстау Астана хабтың Маңғыстаулық филиалы бар. Маңғыстау IT хаб деп аталады. Егер қандай да бір идея, тағы да басқа бір нелер болса, офис бесплатно береді, көптеген көмектерді жасайды. Алғашқы оқытуларды тегін оқытады. Сол арқылы өзінің идеясын, былай айтам, бізде MVP деген бар, Minimal Value Product. То есть жұмыс жасайтын прототип жасай алады тегін. Ешқандай офис жалдамай, командасы болса 1-2 адам, 2-3 адам барып сол жерде жұмыс жасауына болады. Сол арқылы былай айтқанда, білмедім, андай не сияқты болып тұр, біздің уақытта қиын еді деген сияқты сөз сияқты болып тұр да. Үлкен шал сезініп қалдым. Сондай болып қалдым ғой. Жоқ, шынымен жалпы жоқ, шындығында да ол уақыт өткен сайын жалпы оңай болып жатыр. Адамдар стартап дегенді түсініп жатыр. Енді барлығы біле қоймаса да жайлап сезіліп жатыр. Мысалға өзің айтып отырсың, 2017-те бастағанда әлі ешкім білмейтін еді деп. Мен саған қызық айтайын. Мен 2000 жылы, яғни 24 жыл бұрын стартап бастаймыз. Ол кезде компьютерлер енді келіп жатты ғой. Иә. Қазақстанға енді келіп жатты, оның ішінде Маңғыстауға да енді келіп жатты. Сол алғашқы стартап күйінде ол кезде компьютерный клуб деген болды. Иә. Яғни CSGO, Mention, сосын Dota болды, тағысын тағы. Сол стартап жасаймыз деп қасымда Өсер деген досым бар. Екеуміз студентпіз, жасымыз 20-ға жетті ма екен, жетпеді. Жоқ, жеткен жоқ 20-ға, 19-20-ның айналасы, 20-21. Сосын бір қызық болғанда орысшамыз да жақсы емес өзі. Logicom дейтін бір IT компания болды, Маңғыстауда негізі бәрі біледі оны. Соның енді өкінішке қарай қазір атын ұмытып қалып отырмын, бір мұртты келген орыс ағай болды. Жалғыз сол ғана қабылдады ғой, сенесің бе? Біз жаңа идеямен барғанда. Біз Жетібайдан, сосын мен Жетібайлықпын, Өсер Тұщықұдықтікі. Жетібай мен Тұщықұдықтан компьютерный клуб ашайын деп едік. Деп біз не сұрап жүрміз сонда? Айтайын ба? Кәдімгі компьютер сұрап жүрміз ғой. Анау компьютер жасатын компания. Сонда оған дейін біз әкімдікке бардық 2000 жылы. Кәсіпкерлік қолдау бөліміне. Сендер кімсіңдер, не істеп жүрсіңдер, кетің деді ғой. Мысалы қазір студент тұрмақ, 9 оқитын, 10 оқитын мектептегі оқушыларға да стартап дамыту, қаражат бөлу жақсы қарастырылған ғой. Керісінше арқаңнан қағып қолдайды деген сияқты. Ол кезде ондай түсінік жоқ. Сонда біз өзіміз орысша әрең сөйлеп отырмыз. Қолымызда бір тиын қаражат жоқ. Бірақ сол ыңқылдап жеткіздік. Сонда жаңа орыс кісі қолдады бізді. Ол тек қана бір шарт айтты. Тұщықұдықпен сол Жетібайдан компьютерный клубтың ғимарат бола ма, бутик бола ма, бір вагон жалдап аласыңдар ма, әйтеуір жаңағы орналасатын жерді сол компьютерный клубқа лайықтап дайындап қойың деді. Яғни тоғын, суын, несін, инфраструктурасын жүргізіп, соны суретке түсіріп, міне деп алып келсеңдер, енді ол кезде смартфон, интернет деген жоқ. 2000 жыл кәм, тура 2000-2021 жылдары. Біз сол жерден тоқтап қалдық қой. Яғни соған күшіміз жетпеді, себебі андамында ғимарат таппай.
қызық. Енді әрине онымен салыстырғанда қазір жағдай біраз жақсы. Қазіргі таңда енді стартап деген бірінші қандай продукт жасаймын деп ойлау керек сияқты. Бізге мысалы Астана Хабта оқығанда түсіндіргені, қалай сатам деген сұрақты бірінші қоясың. Яғни идея болмай тұрып. Идеяның ең бірінші басы көрінген уақытта продукт туралы вообще ойлама, себебі сенің жасайтын дүниең саған ұнауы мүмкін, бірақ адамдарға ұнамауы мүмкін. Олардың айтатыны былай, жалпы әлемдік тәжірибе солай екен. Идея келді ма, сол идея басқа адамдарға сол сенің жасайын деп отқан дүниең қажет па деген сұраққа жауап алу керек. Ол сұрақты да дұрыс қойып білу керек. Себебі көбінде сыртқа шығып, мысалы осындай программа бар, тамаққа заказ беретін, қолданар ма едіңіз десе 80% адам иә деп айтады. Себебі сіздің көңіліңізді қалдырғысы келмейді. Ол сұрақты дұрыс қою үшін сұрақтың өзін жүйелендіріп қою керек екен. Бүткіл схемасы бар екен. Содан кейін ғана барып, анализден кейін продукт жасап бастау керек. Сонда былай айтқанда сәтті болу мүмкіншілігі артады басқа нелерге қарағанда. Біз көбіне қараңғылықпен жүре беріппіз. Көрерміз алдымыздан шыққанда деп та. Бізге жүйелендіріп бергеннен кейін қалай жұмыс жасау керек екенін сонда түсіндік. Примерно. Енді осы сенің жаңағы кейсіңді көріп отырған кейбір адамдар ойлауы мүмкін. Менде ақша жоқ, менде таныс жоқ, мен қалай бастаймын бұл стартапты деп. Яғни ақшасыз, таныссызда әркім стартап бастап кете алады ғой, иә? Ақша, таныс, мына Қазақ-түрік лицей деген бар ғой, Қазақстанда, КТЛ деген. Ол сол түрік лицейі деген бүткіл мемлекеттерде бар дүниежүзі бойынша. Сол адам осындай идея айтқан екен, осындай мектеп ашқым келеді бүткіл дүниежүзінде. Ақшаны қайдан табамыз деген уақытта, ол ең оңай проблема деген екен да. Сол сияқты бұл жерде стартапта да дәл сондай, ақша ең соңында келетін сияқты. Бірінші не жасаймын, қалай жасаймын, қолымнан не келеді деген сияқтаны келістіріп алса. Жақсы айттың. Енді қарашы, мен көп стартаптармен қарым-қатынас жасаған кезде өздерің сияқты халықпен енді етене жұмыс жасайсыңдар ғой сендер. Ақшамен жұмыс істейсіңдер, тікелей кафемен, тікелей халықпен. Ішіне кірген сайын қосымша бір мүмкіндіктер ашыла бастайды, иә? Мынандай да бір идея, бұлай да дамытуға болады екен ғой. Бірақ енді әзірге оған уақыт пен күш болмағаннан кейін өздеріңіздің жолыңызбен жүре бересіздер. Яғни қазір бір идея, стартап идея іздеп отқан. Немесе өздеріңіз негізі мына жақта да ақша бар, негізі мына жерден де жұмыс істеуге болады деген бір-екі бағыт айтып кете аласың ба? Құпия болмаса. Бір-екі бағыт болғанда, мысалы, біз мына өзіміздің қаланы бір қалаға арналған экосистема жасағымыз келеді. Мысалы, бізде қазір ең үлкен IT компания Каспий. Ол Қазақстанға арналған супер приложение. Оның ішінде суперап дейді. Суперап бүткіл Қазақстан бойынша. Біз идея келіп қалды 2020-ларда, неге біз тек олдың артында тек фуд тұру керек деген. Басқа да жобаларды неге қоспасқа деп. Сондай үлкен қытайлық WeChat сияқты, былай айтқанда. Бізде басқа да кәсіптер көп. Сол кәсіптердің барлығын қосып, біз қала кезет деген жоба ойлап таптық өзімізше. Ол фуд оның ішінде бір бөлімі болады. Яғни мысалы шаштарға жазылатын болсаңыз да, яғни барлық ұсақ-түйек қызметтің бәрін бір жүйеге қосып тастауға болады деген сияқты да. Қаланың афишалары, қай жерде кино жатыр, қай жерде концерт болып жатыр деген сияқты. Бірақ ол сол бір қалаға ғана арналған да. То есть өзінің қаласына арналған бүткіл ұсақ-түйек нелерді жасай алады. Ол кішкентай қалаларға жақсы, себебі енді ашылып келе жатқан жеке кәсіпкер өзінің кәсібін
мысалы сол платформада неше клиент бар, соның барлығына бірден көрсете алады. Жарнама жасап, таргет жасап, Инстаграм қазір блогерлердің өзі үлкен қымбат. Сол сияқты басында жаңағыдай осындай платформа болатын болса, бірден бір көрсетуге болады. жоқ бұл мен сәл түсінбей қалдым. біз яғни бұл айтайын сіздердің деп жобалар, біздің ол жоспарларыңыз, Иә. идеяларыңыз. Мен Бірақ қосымша басқа бір қосымша мүмкіндіктер идея, мысалы дәл сол үлкен қалада арналған мысалы запись келеді деген бар. Қазір таңда жұмыс жасап жатыр ма жоқ па, бізге қатты ұнаған жоба сол болып еді. Мысалы әртүрлі стоматологқа жазылуға болады, үлкен нелерге жазылуға болады деген сияқты. Сондай жобаларды үлкен қалада не болып жатыр, егер кішкентай қаланың адамы болатын болса, сол затты қайталап көруге тырысып көру керек. Егер Алматыда тұратын болсаңыз, Москвада не болып жатыр, қазір жаңа трендте не болып жатыр, соны Алматыда қайталау деген. Яғни жаңағы ірі мегаполистерде, әлемдік қалаларда қандай тренд болып жатыр, соны жергілікті деңгейге икемдеуге адаптация жасауға болады, немесе жасап көріп тырысу керек, бұл өте жақсы ақыл кеңес екен. Көбі сосын қорқатыны, стартап жасағанда, бизнес жасағанда менің идеям уникальный болу керек дейді. Ешкімде болмаған идея, ешкімде болмаған бизнес мен бірінші бастауым керек деген сияқты. Мысалы өзіміз Астана хабта оқығанда бізге мысалы 10 шақты эксперттен сабақ алдық. 10 шақты эксперттің 9-ы бізге айтты, сіздер жақын арада банкрот боласыздар деп. Сәл қалды 1-2 жыл. 1-2 жылдың ішінде сіздерді немесе Чокофуд или Глова, немесе Вольт жеп қояды, болды, жоқсыңдар сендер деп та. Егер солар келіп, хотя бы бір $10,000 сатып аламын десе, сат жеріңдер. Хотя бы $10,000 қалтаңда қалады деген сияқты да. Біз идеямыз бөлек. Сол уақытта Астана хабтың басшысы қазір Мағжан Мадиев біздің презентацияны көргеннен кейін, бізбен сөйлескеннен кейін шанс бар деп айтқан бірден бір адам сол болды. Сіздерде как индрайвер ретінде немесе Додо пицца сияқты бизнес модель ұстасаңдар, сіздерде үлкен жоба болатындай мүмкіндік көрініп тұр деп. Додо пицца демекші, Додо пицца мысалға басында былай бастаған екен олар. Кез келген жерге 15 минутта жеткіземіз. Егер жеткізе алмасақ, пицца бізден тегін деп. Сол сияқты сіздерде бір уәде сондай бар ма? Біз ондай уәде бере алмаймыз, себебі пиццерия біздікі емес. Пиццаның дайындау жылдамдығын айта алмаймыз. Біз курьердің жылдамдығына байланысты айтуымыз мүмкін, жобалап. Бірақ кухнядан қанша уақытта шығатыны бізге қиындау. Сол себепті ондай гарантия беру проблема. Яғни, енді сіздердің бизнес модельдеріңіз өзгеше ғой, бірақ мен бір мысал ретінде айтқаным. Енді мынау осы стартап экосистемасы қазір бір шіркінай деп көз алдымызға елестетейікші. Маңғыстауда стартап экосистема жақсы дамыды. Инвесторлар ақша салатын стартап таба алмай шұбырып жүр. Неше түрлі IT компаниялар өмірге келді дейтін болсақ. Осы жерде 2 сұрақ бар. Жалпы жастарды осындай стартапқа көбірек тарту үшін не істеу керек? Екіншіден, осындай стартап экожүйесі қатты дамыған уақытта Маңғыстаудың экономикасы қалай дамуы мүмкін? Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, жастарды тарту үшін, жастар қазір бір өзіне үлгі тұтатын адамдың сөзі оларға маңызды. Яғни сондай стартап жасаған адамдарды сол мысалы қалаға алып барып, сол жерге бір не дейді, сөз сөйлетіп па, немесе наоборот, жастарды үлкен қалаға алып келіп, осындай жобалары бар деп көрсетіп, сол уақытта көзі ашылатын болады. Көзбен көріп, қолмен ұстап. Дәл өзі. Себебі бізге үлкен эффект болған. Бізде Жаңаөзенде өзіміздің кәсіпкер ағамыз бар, Ермек Досмағамбетов деген. Сонда отырып айтты, жігіттер, сендер қаладан шықпай қалдыңдар деп. Кеттік деді, билетті алды Алматыға.
таныс жігіттеріне хабарласып Алматыда қазір мысалы ең үлкен фитнес бойынша OneFit иә соның офисіне тіке кірдік біздер. Бүткіл жұмысы қалай жасалынады, программисттер қалай жұмыс жасайды, отдел продаж барлығын 2 сағат презентовать етті. OneFit-тің основательдерінің біреуі. Тамаша. Сол сияқты бізде басқа да сондай IT жобалар болды. Соларды көрген уақытта біздің жүргеніміз әлі плинтустың қасында жүрген екенбіз ғой деп ойладық. Мынандай мүмкіндіктер бар екен ғой IT-да деген сияқты да. Сол уақытта басқаша бір программамызды өзгертіп тастадық толықтай. Сондай бір өзгерістер болатын болды да. Жастарды не қылу үшін біздің ойымыз шығарып, осындай зат бар екен көрсетіп әлемде. Жаңаөзеннен де бөлек қала бар, Ақтаудан да бөлек қала бар. Ол жерде де адам өмір сүріп жатыр, осындай қылып деген сияқты да. Соны көрсетсе басқаша көзқарастар өзгеруі мүмкін. Әрине. Менің ойымша. Әрине. Ол енді Семей, Жаңаөзен деп жатырмыз ғой. Бұл жалпы шетелге шығу туралы ойларың болған жоқ па? Бакуге мәселен. Шетелге, Бакудан бізге хабарласқан. Сіздің программаңызды франшиза ретінде алып қолданғымыз келеді деп. Так, не білдірдіңіздер? Біз доставканы әлі қоса алмай жатқан уақытымыз еді ол. Пока доставканы қоса алмай жатырмыз десек, онда қосып алың, содан кейін көрейік деп. Ол жаңағы қазір бізде жұмыс істеп тұрған модельмен болмады ма? Яғни әр кафе, ресторан өзі жеткізу бойынша. Ол жерде сол франшиза қылып алғысы келетін адам отказ берді. Себебі ол уақытта Volt жұмыс жасап тұрды Бакуда. Біз Volt дегенді бірінші Бакудан естідік. Volt деген бар екен деп. Бізге Voltқа конкуренция болу үшін обязательно доставкамен бірге кіруіміз керек деген сөз айтылды. Программа дайын болғасын көрерміз деп қойдық ол Баку жақтан. Жалпы СНГ-ға шыққымыз келеді. Әрине, шығу керек. СНГ бізде вертикальный немесе горизонтальный даму жаңағыдай несі тұр. Тек қана Олфудтың өзімен вертикальный шығып кетсек болады, басқа қалалардың бәрін жаулап. Және дополнительный горизонтальный дамыту керек болып тұр. То есть тамақтан басқа жаңағыдай қызмет түрлерін көрсеткіміз келеді. Көрермендерге түсінікті болсын. Вертикально, горизонтально даму деген. Мысалы, вертикально деген, мысалы, стартаптың Жаңаөзенде тұрмыз қазір біздер. Құлсары, Орал, Ақтөбе, Ақсай, масштаб басқа қалаларға. Горизонтально дамыту деген сол қаланың ішінде даму тек. Яғни басқа сфераларды қамту. Басқа сфераларды қосу, иә. Горизонтальный дамудың бір үлкен минусы ертең вертикально вообще шыға алмай қалады мекеме. Себебі үлкен экосистеманы көтеріп алып барып басқа жерге қою қатты қиын. Бір Олфудтың өзін алып бару оңай шаруа емес. Біз қазір тамақ жеткізу қызмет туралы айтып отырмыз. Бірақ жалпы Қазақстанда стартап бастаудың проблемалары бір-біріне ұқсай ма? Мысалға мен тамақ жеткізу емес, қандай стартап идея айтсам екен? Мәселен, туристерді қолдау бағдарламасын жасасам. Мен проблемам бірдей бола ма, бөлек бола ма? Проблемаңыздың 70-80% бірдей болады басқа стартаптармен. Ол қандай проблема? Біріншіден операционный проблемалар әртүрлі, маркетингтегі проблемалар, сол клиентті дұрыс зерттей алмаймыз, клиентпен дұрыс сөйлесе алмаймыз, сосын служба поддержки, клиентпен дұрыс қызмет көрсете алмаймыз деген сияқты моменттер болады. Ол моменттердің бәрі сол басқа бірдей кәсіптерде бірдей проблемалар болады екен. Яғни халықпен жұмыс істейтін болсаң, онда негізінен алғашқы проблемалар бірдей. Сол себепті де біз басқа кәсіпкерлермен нетворкингде отырамыз әрқашанда. Сіздерде қалай отыр, бізде қалай отыр, халық қалай не қылып отыр деген сияқты. Әртүрлі, мысалы, қазір енді тренд деген сөз қатты дамып жатыр ғой. Әртүрлі уақытта әртүрлі трендтер шығып жатыр. Сол трендтің волнасын ұстамай қалса, қазір қиын. Сол себепті сол тренд түсіну үшін де басқалармен әрдайым нетворкингде отыру керек. Әрине. Біз енді біраз сөйлесіп отырып қалыппыз. Бір соңғы сұрақтарымның бірі болсын.
Енді стартаптың жалпы дәстүрлі бизнестен айырмашылығы ретінде оның экспоненциал дамитындығын, сосын жаңағы скейл дейді ғой, жедел масштабталуын айтады да. Сіздер осы бір неге графикке қашан жетулеріңіз мүмкін? Әлде келе жатырсыздар ма, әлде алдарыңызда ма? Біз енді бірден жаңағыдай қылып әлі сондай болған сияқты болады кейбір моменттерде. Себебі бізде жұмыс істейтін адам аз болғаннан кейін көбіне разработкада отырып қаламыз. Программаны обновить ету керек болады, әртүрлі қосымша функциялар қосу керек болады. Мысалы жарты жыл отырдық па, жарты жыл ешқандай тапсырыс саны ештеңе өзгермейді. Не түспейді, не көтерілмейді. Маркетингге ешқандай көңіл бөлініп отқан жоқ. Сосын күте тұр дейміз да, маркетингге отырамыз. Сосын белсенділік жасай бастайсыз. Иә. Сол уақытта сразу 2 есе 3 есе сауда көтеріледі деген сияқты. Ол сіздерге демек бізге тағы бір осындай белсенділікпен айналысатын адам керек екен деген ой тастаған жоқ па? Осыған дейін 3-4 адам болды сол позицияда. Жасай алмады, өзіміз сияқты жасай алмай жатыр. Ол үлкен минус негізі бізге. Ал енді осы бізді көріп отырған аудиториядан біреу, мысалы Жаңаөзеннен, Ақтаудан біреу сіздерге қосымша қызметкер ретінде келгісі келсе, біз ашықпыз, біз сөйлесеміз. Оған ол қандай позиция болуы мүмкін? Бізде енді стартап болғаннан кейін определенный осындай позиция деген жоқ. Бізде келген универсальный солдат бүткіл өзінің басты несі болады. Мысалы маркетинг па, маркетинг. Бірақ ол программаның служба поддержкасын да түсіну керек. Ол стартапта сондай барлық жағын түсіну керек. Әрбір сотрудник. Әрине, оны енді жаңа кәсіби тілде бірнеше қалпақ кию керек деп айтады. Бірақ түсініктірек болу үшін мысалға нақтыласақ, стартапта бұндай жағдайда продакт менеджер болуы мүмкін. Немесе бизнес девелопмент менеджер деген бар. Немесе таза диджитал маркетингтің адам болуы мүмкін. Немесе тек қана аналитикамен отырған адам болуы мүмкін. Немесе жаңағы аудиторияны көбейту үшін полияда жүретін, жаңағы қосылатын адамдарға тікелей жұмыс істейтін координатор сияқты болуы мүмкін. Яғни әлде осының барлығын қосқан бір әмбебап мутант керек па? Енді әртүрлі маман иелерін шақыруға болады, бірақ ол үлкен шығын. Жоқ, мен жаңа келген адамды айтамын. Жалпы келген адам қайсысын тапсырғыңыз келіп отыр? Келген адам былай айтқанда біз өзімізде сөйлесіп қаламыз, жұмыста партнерім Нұрсұлтанмен. Қандай адам керек, қандай адам керек. Бізде сол шустрый деген сөз шықты. Пысық адам керек, Пысық адам керек, қай жағынан болсын, тез түсініп кететін ситуацияны, тез түсініп, тез шешім қабылдай алатын. Себебі стартапта тездік деген қатты маңызды. Әрине. Ол программист болу міндетті емес, сіздерге? Дәл қазіргі таңда? Дәл қазіргі таңда маңызды емес. Яғни клиентпен жұмыс істейтін, маркетингтен сауатты, халықпен, яғни нарықтың аудиториясымен жұмыс істей алатын. Сосын сіздерді көпшілікке жеткізу үшін не істеу керек екенін білетін. Және өз-өзіне жұмыс тауып бере алатын. Яғни сіздерден аузын ашып күтіп отырмай. Сол ең үлкен мәселе. Ең үлкен мәселе осы ма? Яғни осындай бір әмбебап, бесаспап адам болса, онда сіздерге келіп хабарласуға болады, Конечно, қазіргі таңда болады. Алдағы уақытта әр позицияға әртүрлі өз мамандарын қоятын шығармыз, бірақ басында енді қазіргі таңдарда бізге керек сондай универсальный бесаспапты бірден білетін адам. Жоқ, әрине, ол кез келген салада солай негізі. Тіпті мысалға анау қазір ChatGPT шығып жатыр ғой. Сол ChatGPT-ді жасаған OpenAI деген компания бар. Соның негізін қалаушы Сэм Олтман деген жігіт бар. Танимыз. Сол Сэм Олтман айтады. Енді қазіргі таңда юникорн дейді ғой, яғни миллиард доллар тұратын капитализациясы. Сондай стартапты бір адам басқару мүмкін дейді, жасанды интеллекттің көмегімен. Енді оған дейін бізге оған дейін әлі жылдар керек. Бірақ енді біз қазір жаңағы Жаңаөзен туралы айтып жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен Маңғыстау облысы бойынша алып қарайтын болсақ,
Қандай стартап түрлерін бастауға болады? Жаңаөзен қаласы жалпы кез келген идеяны бізде бір қызығы стартап бастау оңай екен басқа қалалармен салыстырғанда. Жаңаөзен қаласы себебі халықта басқаларға қарағанда орташа жалақы көптеу басқа қалаларға қарағанда, және қала кішкентай. Біз сарафанный радио қатты дамыған, и маркетингке көп ақша кетпейді. Егер сіздің істеп жатқан дүниеңіз пайдалы болатын болса, халық оны дереу қолданып бастап пайдаға жету тез болады басқа қалаларға қарағанда. Қызық инсайт екен. Сол біздің басқалармен салыстырғанда Жаңаөзеннің сондай ерекшелігін көрдік. Басқа біздің өңірлерше, білмедім, Ақтау, Шетпе, Жетібай, Құрық, Форт-Шевченко. Басқасын білмедім. Ақтау болуы мүмкін. Бейнеу қиындау. Алыс болғандықтан ба? Бейнеуде біз тек қана доставка бойынша ойлана береміз. Доставка тамақ бойынша. Бейнеуде көбіне жер үйлер болғаннан кейін қала кішкене созылыңқырап жатыр. Яғни арақашықтық алыс. Сондай проблема бар екен ол жақта. Қызық. Ал идея жағынан мысалы қазір сұрап қалғасын мен бірден жауап бере алмай отырмын. Шайдың басында кей кездері келіп қалады, андай жасауға болады, мындай жасауға болады. Шай әкеліңіздер, шай ішейік. Осы жерде онда тоқтатайық, өйткені біраз ақпарат алдық. Және айта берсем, әлі де ақпарат көп шыға беретін сияқты. Мен бір жағынан сүйсініп отырмын. Жаңағы ештеңеге қарамай, қандай кездесіп жатқан қиындықтарға да қарамастан, оның үстіне жаңағы стартап, енді қарашы, мысалы Америкада стартап бастау оңайды. Неліктен? Өйткені біреуге бірдеңе түсіндірудің еш қажеті жоқ. Инвесторға да түсіндірудің қажеті жоқ, халыққа да түсіндірудің қажеті жоқ, жұмысқа алатын адамға да бірдеңені түсіндірудің қажеті жоқ. Осындай стартап, осындай жұмыс істейміз, кел десе барлығы түсінікті да. Сондықтан сіздер жаңағы алғашқы қарлығаштар ретінде қазір халықты, аудиторияны, жалпы өңірімізді осы стартап деген болады, инвестиция деген болады, венчур капитализм деген болады, сервис деген болады, оның дәстүрлі бизнестен айырмашылығы бар, жаңа бизнес түрі деген сияқты көптеген түсініктерді енгізіп жатырсыздар. Осындай жұмыстарыңыз үшін алғысымды айтамын. Біріншіден, екіншіден сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Бұйыртса осы Қазақстан аумағынан шығып, тәуелсіз мемлекеттер достастығына тараған, бәлкім шетелге шыққан стартаптың бірі болыңыздар. Өйткені мынау Big Sky Capital деген біздің Қазақстанда бір венчурлық қор, қателеспесем бар, инвесторлардың тобы. Соның ішінде бір жігіттің айтқаны бар еді. Ол Қазақстанда стартап жасағанға кететін энергиямен оңтүстік Азияда стартап жасаған кететін энергия бірдей дейді. Бірақ табысын салыстыруға келмейді дейді. Ол жақта халық өте көп қой. Осындай қиыншылықтарға қарамай отырып, біздің Маңғыстаудың әлеуетін көтеруге қосып жатқан үлесің үшін шындығында да тағы да алғыс айтамын. Артыңнан ерген IT мамандар, стартап жастар ілесе берсін. Жақсы күндерде жолыққанша. Рахмет, шақырғаныңызға үлкен рахмет. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Ондай болмақ қайда деп, айтпағылым сүйсеңіз деп Абай атамыз айтпақшы. Бүгінгі біздің сұхбатымыз керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Және бұл негізінен жай ғана бір азық-түлік немесе тамақ жеткізу стартапы немесе бағдарламасы туралы емес. Бұл сіз қайда жүрмеңіз және қандай шағын елді мекенде өмір сүрмеңіз, бәрібір өзіңіздің идеяңызды инновациялық тұрғыда іске асыру деген сөз, және соған шабыт беруге тырыстық. Яғни қазіргі таңда технологияның дамыған заманында әркім үйде отырып ақ бағдарламаның көмегімен қосымша бір бағдарлама жасай алады және клиенттердің қарым-қатынасын жақсарту арқылы қосымша жұмыс орнын аша алады және
кәдімгідей бір экосистема жасай алады. Осындай шабыт алатын стартаптар өңірімізде, елімізде, республикамызда көбейе берсін. Егер осы әңгіменің барысында айтылған идеялар мен көтерілген сұрақтар мен жауаптар ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналымызға жазылып, сондай-ақ осы ұнайдау, IT саласы қызықтырады, стартап ұнайды деген адамдар болса, соларға тарата жүріңіздер. Келесі көріскенше.